Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің аты жөнім Алмас Жұмағали, заңгермін. 2-3 күннен бері Қуат Ахметов бауырымыздың айтып жүрген мәселесіне орай бір-екі ауыз сөз айтып кетейін. Бұл әлбетте саяси әрекет, өздерінің жақтастарының қаншалықты екенін білуге жасаған ұмтылыс. Бұны бірақ дер уақытында тұншықтырмасақ, насырға шауып кетуі мүмкін істің. Сол себептен де біз өз тарапымыздан не істей аламыз. Алла қаласа, ертеңдері біз Қуат екеуміз әрқайсымыз өзіміздің атымыздан бөлек-бөлек арыз жасаймыз. Бұл негізі олардың жасап жүргені 180-ші бап қылмыстық кодекстің сепаратистік әрекет. Ол туралы кеше Қуаттарға мәліметтер лақтырғанмын. Яғни Қазақстан Республикасының біртұтастығы мен тұтастығын, оның аумағына қол сұғылмауын және бөлінбеуін бұзуды, не мемлекетті ыдыратуды насихаттау, немесе оған жария түрде шақыру. Сол сияқты осындай мазмұндағы материалдарды тарату мақсатында дайындау, сақтау немесе тарату. Жаңағы листовкалар осы сипаттағы материал болып есептеледі. Ал бұл және WhatsApp тағы басқа арқылы жасалған болса, онда екінші бөлігі, осы 180-ші баптың екінші бөлігі болады. Бұл негізгі қылмыстық процестік кодекстің 187-ші бабына орай, бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері тергеуге тиісті әрекет. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетін қайдан табамыз, біз оларды білмейміз, олардың телефондарын білмейміз, олардың орналасқан жерін білмейміз дейтін болсаңыздар, бұны прокуратураға да немесе ішкі істер органдарына да тастауға болады бұл арызды. Олар сосын тергеп тексеріп келгеннен кейін белгілі бір дәрежеге жеткенде ұлттық қауіпсіздік комитетіне аударады. Мүмкін олардың әрекетінде тек қана 180-ші бап емес, одан да басқа әрекеттер болуы мүмкін. Ондай болса, жаңағы ішкі істер, яғни полиция бөлімінің тергеушілері арғай тергеп кете береді. Сондықтан Алла қаласа, ертеңдері қазір маған Қуат материалдарын лақтырады, қандай листовка, тағы басқа жаңағы өзі білетін телефондарды, адамдардың аты жөнін лақтырады. Осыған орай біз үлгі дайындаймыз да, Алла қаласа сіздерге жібереміз. Сосын сіздер өз кезегіңізде былай істесеңіздер де болады. Бірінші, егер де сіздерде ЕСП, яғни электрондық цифрлық қолтаңба болатын болса, сол арқылы ішкі істер министріне, бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне лақтыра алсаңыз болады. Ал егер ондай болмайтын болса, екінші варианты поштаға барып, қағазбен жазып, заказной почтамен жіберсеңіз, яғни ішкі істер министрлігіне, бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Астанадағы жіберсеңіз болады. Сосын заказной дегені, заказной жіберсеңіз, сосын қашан алғаны және кімнің алғаны туралы сізге хабар келеді. Үшінші нұсқасы, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі полиция бөліміне немесе прокуратураға барып хат тастасаңыз, негізгі 2 дана дайындап алыңыздар, жаңағы арызды, ертең үлгісін лақтырамыз. Сосын қолдарыңызды қойып, 2 дана дайындап алыңыздар. Кейбір жерлерде талон береді, яғни сіз бір-ақ данасын тапсырасыз да, екінші сол тапсырғандығыңыз туралы талон береді. Ал кейбір жерлер әлі талонға өтпеген жерлер, олар екінші данасына мөр басып береді. Яғни кейде канцелярия қабылдайтын кездер болады. Жаңа не емес, кезекші бөлім емес. Сондықтан 2 дана алып барғандарыңыз жөн. Сосын сол мәлімет бойынша жаңа қарама-қарсы телефондарыңыз, адрестеріңіз көрсетілген, соған жауап келеді. Ал үлгісін ертеңдері сіздерге лақтырамыз. Іске сәт, бәріміз бір жеңнен, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығаратын бәріміз бір болайық.